Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өсімдіктердегі спорогенез және гаметогенез. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбына байланысты біз гаметогенезге сипаттама және өсімдіктер спорогенезі мен гаметогенезіне анықтама беріп өтеміз. Алдымен гаметогенез дегеніміз не? Гаметогенез дегеніміз бұл гаметогенезис грекше гамето жыныс клеткасы және генезис шығу тегі деген мағынаны білдіреді. Яғни жыныс жасушаларының жыныс бездеріндегі жұмыртқалық даму процесі болып табылады. Аталық жыныс жасушалары сперматозоидтардың даму процесін сперматогенез, яғни спермиогенез, ал аналық жыныс жасушалары овоциттердің дамуын біз овогенез деп атаймыз. Сперматогенез процесі аталық жыныс безінің ирек тұқымдық өзекшелері қабырғаларында жүреді. Ол төрт топқа бөлінеді, төрт кезеңнен жүреді. Бірінші көбею, өсу, жетілу және қалыптасу кезеңдерінен тұрады екен. Осы аталған кезеңдердің әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтетін болсақ, көбею кезеңінде бірінші жас жыныс клеткалар үздіксіз митоздық бөліну арқылы көбейіп, сперматогониялар, яғни алғашқы аталық жыныс жасушалары түзіледі. Олардың біраз бөлігі митоз арқылы бөлініп, одан әрі көбейе береді, ал қалған бөлігі бөлінуін тоқтатып, сперматогенездің келесі өсу кезеңіне өтеді. Екінші кезең өсу кезеңі. Өсу кезеңінде сперматогониялар келесі кезеңдерге бөліну процестеріне қажетті заттармен, мысалға ДНК протеиндермен қорланып, үлкейіп өседі. Біріншілік сперматозоидтерге айналады. Келесі кезеңі жетілу кезеңі. Жетілу кезеңі жыныс жасушаларының қатарынан екі рет бөлінуімен ерекшеленеді. Бірінші бөліну нәтижесінде екіншілік сперматоциттер, ал екінші рет бөлінуден соң екіншілік сперматоциттердің ядроларында хромосомалардың гаплоидты сыңар хромосомалар жиынтығы болатын сперматидалар пайда болады. Соңғы кезеңі қалыптасу кезеңі деп аталады. Қалыптасу кезеңінде сперматидалардан сперматозоидтар түзіледі. Әрбір біріншілік сперматоциттен 4 сперматозоид жетіледі. Бұл жерде жаңа сіздер көбею кезеңдерін көре аласыздар. Яғни бірінші кезеңі сперматогенездің кезеңдерін көре аласыздар. Бірінші көбею сатысы, одан кейін өсу сатысы, одан кейін жетілу сатысы, ең соңғыда ұрықтың пайда болу сатысы болып табылады екен. Овогенез бұл аналық жыныс безінің жұмыртқалықтың, яғни фолликулды аймағында, яғни жыныс жасушалардың даму процесі жүретін жұмыртқалықтың аймағы жүреді. Овогенез процесінде овоциттер үш даму кезеңдерінен көбею, өсу және жетілу кезеңдерінен өтеді. Аталған кезеңдерді кезегімен әртүрлі даму сатыларындағы аналық жыныс жасушалары овогониялар, біріншілік овоциттер, екіншілік овоциттер және пісіп жетілген овоциттер, яғни жұмыртқа жасушалары дамиды. Әрбір біріншілік овоциттен тек бір ғана жұмыртқа жасушасы, яғни овоцит пісіп жетіледі. Овоцитпен қатар кейіннен кері ыдырап кететін үш бағыттауыш teneshіктер де пайда болады. Өсімдіктер спорогенезі мен гаметогенезі. Өсімдіктерде жыныс клеткаларының қалыптасу процесі екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезең спорогенез, гаплоидты клеткалар, яғни споралар түзілуімен аяқталады, ал екінші кезең гаметогенез деп аталады. Бұлар жетілген гаметалардың түзілуі кіреді. Өсімдіктерде микроспоралар немесе тозаң түйелері түзілу процесі микроспорогенез деп, ал мегаспоралар немесе макроспоралар түзілу процесі мега немесе макроспорогенез деп аталады. Өсімдіктерде гаметогенез процесі негізінде жануарлардағы сондай процеске ұқсас болады. Бірақ біршама басқа жолмен өтеді. Өсімдіктерде ұрықтық жол, яғни жыныс клеткаларының оқшаулануы ертерек болмайды. Микроспорогенез және микрогаметогенез. Бұлар жабық тұқымды өсімдіктерде, жалпы мысал етіп алып қарайтын болсақ, микроспорогенез
пен микрогаметогенезді қарастыратын болсақ, жас тозағыттың субэпидермиалды тканінде археспория деп аталатын клеткалар яғни жасушаларда пайда болады. Олардың әрқайсысы бірнеше рет бөлінуі нәтижесінде тозаңның аналық клеткасына айналады да миоздың барлық фазасына өтеді. Екі рет миоздық бөліну нәтижесінде гаплоидты 4 микроспора түзіледі. Олар 4-4-тен жатады, сондықтан оларды тетраадасы деп аталады. Пісіп жетілу кезінде тетраадалар жеке микроспораларға бөлінеді. Осымен микроспорангенез аяқталады. Бір ядролы микроспора түзілісімен микрогаметогенез басталады. Микроспораны митоздық бірінші бөліну нәтижесінде вегетативті және генеративті клеткалар түзіледі. Бұдан әрі вегетативті клетка мен оның ядросы бөлінбейді, онда қоректік заттар жиналады. Ол заттар кейіннен генеративті клеткалардың бөлінуін және аналық жыныс мүшесінің бағанасындағы тозаң түтігінің өсуін қамтамасыз етеді. Көпшілік өсімдіктерде жабық тұқымдыларда 70% бөліну 3 реттен болады. Осының нәтижесінде 1/8 ядро түзіледі. Осындай бөліну уақытында ядролар полярлық күйде болады. Олардың 4-еуі микропилге жақын жатады, ал қалған 4-еуі халаза деп аталатын қарама-қарсы бөлігінде орналасады. Әрі қарай ядролар дербес клеткаларға айналып, оқшауланады. Ол клеткаларда едәуір мөлшерде цитоплазма болады. Микропиледе орналасқан 4 клетканың 3-еуі жұмыртқа клеткасы мен синергиттер деп аталатын 2 клетка жұмыртқа аппаратын құрады. Синергиттер ұрықтану кезінде көмекші қызмет атқарады. Көп ұзамай олар ыдырап жойылады. 4-ші ядро ұрық қалтасының ортасына кетеді. Ол сол арада халазалық шеттен келген бір ядромен қосылады. Ал орталық бөлікте құйылысқан 2 гаплоидодан бір диплоид ядро екінші кезектегі ұрық қалтасының орталық ядросы түзіледі. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.